Ассалаумағалейкум барша дірім лига сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтеміз. Арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, барынша қолдап жеріңіздер. Өткен видеоны жақсы қолдаған екенсіздер. Сіздерге алғысым шексіз. Жалпы сіздердің қолдауларыңыз жаңа видеоның шығуына арқау болады, яғни себепкер болады. Так что достар, жақсылап қолдап жүрейік. Лайктарыңызды аямай басып, комментарийларыңызды аямай жазып. Ой болса біз бастайық, кеттік достар. Бүгін біз тайный игрок ашып көретін боламыз. Яғни секретный игрок деп өзгерткен екен. Бұрын тайный игрок еді. Осыны ашып көрейік, кім түседі екен. Сосын тест жасап көреміз осы ойыншыға. Жалпы маған қызық болып тұр. Тағы қандай идеяларыңыз бар жаңа видеоларға жазып кетсеңіздер болады. Ал олай болса біз бастайық. 1895 монета кетеді екен. Ал бисмилля, кім түседі екен көрейік ал. Так, бұл 30-шы номер ма, қанша? Португалия дейді. 86 пасы бар дейді. Кім бұл? 91 контроль мяча. Так, все, понятно. Бернарду Сильва ма? Жақсы. Өте бір жақсы игрок түсті бізге. Бұны аламыз да, қазір біз составқа қоямыз. Бізден айырда Роналду бар еді, как раз Португалияның игроктарымен ойнатамыз ба, қалай ойнаймыз. Оны шабуыл шебіне қойып ойнатсақ жақсы болады сияқты. Естіп қоямыз да, Гризидің орнына, Гризманның орнына. Так, қойы жібере саламыз. Бернарду Сильваны. Айтпақшы, өткен видеода достар, мен айтуға ұмытып кеттім мына жерде. Матчтың қиындығын, яғни деңгейін қиындатуға болады, трудно дегенге қоюды. Мына жерде комментаторларда то есть португалиялық комментатор қосылған. Сол басқа өзгешелік жоқ сияқты. Басқа айтпай кеткендерім болса, комментарий жаза кетіңіздер. Біз карьера ойнайық енді. Кеттік. Ромаға қарсы матч. 9-шы ойын екен лигадағы. Жалпы күн жаңбырлы болып тұр. Матчымыз басталуға тақап келатыр. Пауло Дибаланы көріп тұрсыздар достар. Так, құраммен таныстырып жатыр. Романың составы. Қазір біздікі. Так, Бернарду. И гол достар. Алғашқы гол. Әдемі салды Бернарду Сильва. Өте жақсы гол болды негізі. Енді 21 метр екен. Арақашықтық. Әдемі тепкен екен сол аяғымен. Бірінші тайм аяқталды осымен. Так, екінші таймымыз басталды. Қазір штрафной теуіп көреміз. Бруно Фернандеш тебем деп тұр екен. Бернарду Силваға берсін. Теуіп көрейік. Соққы. Гол, достар. Айып тобынан да жақсы гол салды. Соққысы 77 екен, бірақ сонда да әдемі гол кетті. 28 метр арақашықтық. Жақсы шеберлікпен орындап, әдемі гол салып жіберді. Так, Сака допты тартып алды. Сака доппен келе жатыр. Жылдамдық керемет енді бұл ойыншыда. Әңгімесі жоқ. Авес. Ай. Сәл сила жетпейді екен. Және хэт-трик достар. Бернарду Сильва хэт-трик жасап жерді. Есеп 3-0. Бернарду Сильва хэт-трик авторы атанды. Осымен матчымыз аяқталды. Үздік ойыншы матчтағы 10 деген бал қойған екен. 10-да 10, яғни өте жақсы ойнап шықты деген сөз ол. Жоғары деңгейде. Бұл жерде Коул Палмер шығып тұр екен. Өте мықты ойыншы. Бұнды алармыз берді. Жап жақсы ойыншы. Коул Палмер.
және Стоунс бар екен. Так, бізде мына жерде общем 12416 жинап қойдым уже. Біраздан өтіп кеттік, жартысына таяп қалдық. Жартысы дегенде қалай енді? 50 мыңға әлі біраз бар. Яғни 37584 ұпай керек екен. Бұйыртса бұны алған кезде де жақсылап әдемілеп видео түсіретін боламыз. Жалпы достар, аккаунтыма обзор түсіргенімді қалайсыздар ма? Егер түсіргенімді қаласаңыздар, комментария жазып кетіңіздер, түсірейін бір жеке видео қылып. Бұл жаңа аккаунтым негіз. Бұған дейінгі аккаунттар жоқ болып кетті. Қайттан бастаған аккаунтым ғой. Жалпы осы Гюндаган мен Роналду дамытып жатырмын. Бүгіндікке осы достар. Видео ұнаса жақсы пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып, достарыңыз болса таратып жіберіңіздер. Қазақша контентті бірге дамытайық, бірге жетістікке жетейік достар. Жалпы бұл ютубтан мен ешқандай ақша да, ешқандай ештеңе алмаймын. Тек өзімнің кайфым үшін және де сіздер үшін түсірем. Сол үшін барынша қолдап, келесі видеоның шығуына шабыт беріп дегендей қолдап жүрсеңіздер керемет болатын еді, нұр үстіне нұр болатын еді. Бүгіндікке осы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.